28-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, төртеуіңді де өлтіремін деді. Сұлтанның ет күзетшісі жерге басын тигізе иеліп, патшаға тәжім етті. Тақсыр, рұқсат етіңіз. Менің бір әңгімем бар. Ол бүкірдің оқиғасынан әлдеқайда қызық. Көңіліңізге жақпаса, өлтіре беріңіз. Қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса. Қашан өлтірсеңіз де, көгендегі қойыңыздай, қолыңыздағы кісілеріміз. Сол әңгімені айтайын, соны тыңдаңыз деді. Патша айтуға рұқсат етті. Күзетшінің әңгімесі. Тақсыр, менің айтатыным баяғыда өтіп кеткен ескіліктің әңгімесі емес. Біреудің кеше ғана басынан өткізген, өзі әлі тірі жүрген кісінің әңгімесі. Мен өткен түні қарилардың Құран оқыған бір бас қосуында болдым, деді күзетші. Қарилар Құранды оқып болып, тамақ ішуге отырды. Дастархан жайылып түрлі астар келді. Соның ішінде зарапша деген бір ас болды. Көптің ішінен біреу тұрды да, осы зарапшадан жемеске мен ант етіп едім деді. Осыны жеймін деп, тапқан азабым жетеді маған, деп бәйт оқыды. Тісі зақар, тілі от, кісіні шақса бір жылан. Тағы соған қайтып кеп, жақындайды кім оған. Жұрт тамағын жеп болған соң, зарапша жемегенді ортаға алды. Неге жемейсің? Бізге айтшы, деп себебін сұрады. Егер оны жемек түгіл, байқамай ұстап қалсам да, қолымды 40 рет сабындап жуам. Мынаны көрдіңіздер ме? Деп оң қолын жеңінен шығарды. Оның оң қолынан 4 саусағы түгел кесілген екен. Отырғандар таңырқасты. Сіздер бұл үшін таңырқамаңыздар. Мұндай кесіп тастай салудың бұл заманға өріскелдігі жоқ, деді ол. Егер басқа қолым сау болса, мен өкінбес те едім. Сол қолымда, аяқтарымда осындай деп бәрін шешіп көрсетті. Бәрінің де 4 саусағы кесілген еді. Енді осының себебін айтайын, деді қайғылы кейіппен. Саусақтары кесілген кісінің әңгімесі. Харун Рашидтің тірі тұрған заманында әкем Бағдаттағы атақты саудагерлердің бірі болатын. Мемлекеттің басты кісілермен араласып, бірге отырып, шарап ішіп, күні өтетін еді. Сөйтіп Бағдат қаласында елеулі кісілердің бірі болды. Бірақ кейін келе дәулеті төмендеп, күні бітіп, ажалынан өлді. Өлгенде артында қалған еш нәрсесі болмады. Оны жерледім де бірнеше күн аза тұтып отырған болдым. Жақыны өлсе қайғылы күндерді күзетіп, бірнеше күн отыратын жалпы елдің салты ғой. Бірнеше күн өткенде барып, базардағы әкемнің дүкенін аштым. Ішінде іліп алатын еш нәрседе жоқ. Жемге жиылған тауықтай әкемнің қарыздар кісілері топырласты. Ол марқұм көзінің тірісінде кім көрінгеннен ала беріп, иттен бір сүйек қарыздар бола берген екен. Бәрінің де қолында әкемнің қарызбын деп берген қолхаты бар. Әкемнің қарызын төлемеуге болмады. Лажысыз кесімді күнге уақытысын ұзартып, мәулет сұрадым. Дүкенге аздап дүние құрастырып, саудаға отырдым. Сауда деген сауын сиыр ғой жарықтық. Есебін тауып істесе, лездақ көбейіп кетеді. Не керек? Сынықты кесіп сырық жалғағандай болып жүріп, әкемнің қарызын түгел беріп бітірдім. Ептеп өзімде де дүние қалды. Ол да өсіп ұзамай, дүкенім қатардағы дүкендердің қатарына кірді. Енді бет түзедім бе дегенде, бір күні базарға бір әйел келді. Астында қашыры бар, жанында ерген бірнеше қызметшілері бар. Үстіне түрлендіріп киім киген, базардағы барлық дүкенді аралап, сауда жасауға менікінен артық дүкенді таппады. Дүкеніме түсті де орындыққа отырды. Бетіндегі пердесін алды. Енді несін айтасың? Күн десе көзі, ай десе аузы бар, сұлулардың нақ өзі екен. Жүрегіме махаббаты инедей қадалып, дір ете қалды да, бойымды елжіретіп жүре берді. Қадалған көзімді қайтып ала алмай, мына бір бәйтті оқыдым. Сен пердеңді жаппасаң, адам түгел көрмес бе еді.
Гүлге қонған арадай көз соңынан ермес бет. Сұхбатыңа қандай жан көре тұрып кірмес ет. Шөпілдетіп бетіңді қандай ауыз сүймес ет. Қыз отырды да, ей жігіт, құны қымбат қандай маталарың бар деді. Бұл пақырыңыздың дүкенінде сізге лайық зат кем, сіз сабыр етіңіз. Мен жанымдағы саудагерлерден тәуір мата болса тауып келейін деп шығып кеттім. Айналадағы барлық қымбат маталарды жинап алып келдім. Ол бәрінде ұнатып, қызметшілеріне көтертіп кетуге айналды. Маталардың құны 5000 теңге тұратын еді. Пұлын үйден аларсыз деді. Мен қыз алдында жағымпазданып тұрған жігіт болған соң, үйіңіз қайда деп сұрауға ұялдым. Бірақ қарыздан жаңа құтылып, қабағым ашылып тұрған басым, қарызға қайтадан белшемнен баттым да қалдым. Сыпайы сырым білдірмейді деген емес пе? Үндемей, қызды жөнелтіп салдым. Дегенмен шымбайыма батпай қалмады. Үйіме келгенде 2 кеселдің ортасында едім. Оның бірі 5000 теңге қарыз. Ол маған қашан тиеді? Қыз қашан әкеліп береді? Әкеліп бермеген күнде қыздың үйін қайдан табамын? Екіншісі, жүректі жаралап кеткен қыздың сұлу бейнесі. О шіркін, құшақтар ма еді, сүйер ме еді, деймін. Аздап арақ ішіп, тамақ жеген болдым. Жүрегіме ас бату деген не? Жатсам ұйқы келмеді. Ұйықтасам қыз келіп қылқиып тұрғандай болады. Көзімді ашсам, бір елес. Бір жеті өткенде қашырым мініп, қыздарын ертіп тағы келді сұлу. Менімен амандасып, жымиып күлді де, сіздің ақшаңызды кешіктірдім-ау деді. Оқасы жоқ, сіздей кісіге ақша сарп болса арман бар ма? Деді маңғызданып. Олай емес. Сіз ақшадан ақша туғызып, баласын асырап отырған кісісіз. Менің қарызымды есептеңізші деді. 5000 теңге ғой дедім, дәптерге қарап. Олай болса деді қыз. Тағы біраз маталар керек. Өзіңізде болмаса, бар жерден алып беріңіз деді. Жаным айтқаның болсын дедім. Саудагерлерден барып 1000 теңгеге мата әкеліп бердім. Қыздарына көтертіп шықты да жүре берді. Берген ақшасы тағы жоқ. Тек біз сізге 6000 теңге қарыздар болдық қой, деп кетіп бара жатып, бетіме қарап. Менде үн болмады. Сілейіп қала бердім. Жығылған үстіне жұдырық болғандай, мынаусы шымбайыма батып ақ кетті. Енді махаббаттан гөрі қарыздың салмағы басымдау болды. Дүкен ішінде іске жарарды қыз сыпырып алып кетті. Оның үстіне көршілес саудагерлердің қымбат бағалы өтпейтін тауарын мені кепіл етіп, пәленбай теңгеге қарыз ілді. Көшенің жалаң аяқ кедейі болдым да қалдым. Қыз сол кеткеннен 1 айдай артына салды. Көшені қараған болам, қыз менген қашыр көзге түспейді. Ақшасы бар саудагерлер шалғайдан ала бастады. Әкеңнің ақысы болмаса, уақытында бермейсің бе? Біз сенің қашырлы қатыныңа көйлек кигізетін төркін емеспіз десті. Бір сыпырасының матасын қыз көремін деп отыр. Алмаса қайтып әкеліп береді дедім. Қыз ендігі көріп болған шығар. Барып матамызды қайтып әкеліп бер мырза, деп мазақ қылатын болды. Тұрағы белгісіз қызды қайдан табасың? Дел салым шығып, иығым түсіп жүргенде қашырым безек қақтырып қыз да келіп жетті. Қашырым байлап дүкеніме түсті. Қызметші қыздарына қоржынын көтергізіп кіргізді де, жігітім, таразыңды әкел. Ділдәні санап жатудың керегі қанша? Таразымен өлшеп ала сал. Тарт мына ділдәні деді. Маған тиістісінен әлде қайда артық алтынды алдыма үйе салды. Сенің қатының бар ма? Деді күлімсіреп. Мен қайырылып сөз айтуға мұршам келмей, сасқанымнан ыршып, көзімнен жас шығып кетті. Ол таңырқап, неге жылайсың деді. Өйткені алтын орнына түсті. Оның ауыртпалығы жеңілдегендей болды. Енді екінші аурудың таразысы күшейіп, көңілім әлде неге бөлінді. Жүрегім шайқалып кеткен теңіздің суындай толқындады. Тек жылағаннан басқа еш нәрсе айта алмадым. Қыз езу тартып күлді де тұрып кетуге айналды.
Қасындағы бір қыз: жігіт, жылама. Сендегі кесел қыздың басында да бар. Сен үшін келді. Болмаса базар аралап, дүние іздейтіндей кемтар ештеңесі жоқ. Оның үйінде дүниесі жеткілікті. Сен ебіл-дебілің шығып жылай бергенше, жүрегіңдегі дертіңді айта бермейсің бе? Ол аузыңнан шықса, қабыл еткелі тұр, деді. Мен сасқанымнан: аузыңа май, қарындас, мә деп бір уыс алтынды ұстата бердім. Қызға алтын беріп жатқанымды сұлудың көзі шалып қалды да, қайта келіп қасыма отырды. Мен ішімдегі бар дертімді таудан құлаған судай лақылдатып ақтардым. Сүйгенімді де, күйгенімді де қалдырмай айта бердім. Жігіт, жақсы айтасың, деді тыңдаған қыз. Бәрі орынды. Жігітке жарасымды сөз. Қапелімде қолға ұстата салатын қол жаулық емес махаббат мәселесі. Жата жастана жауабын аларсың. Мына отырған қыз менің хабаршым болсын. Сен осының айтқанымен іс істейтін бол, деп шығып үйіне кетті. Мен ол кеткен соң дүние тіршілігіне кірісіп, тиісті қарызымды беріп, жалаң ғана қыздың күйігімен қуырыла бердім. Талай күндер өтіп, әбден зарықтым. Күндердің күнінде хабаршы қыз келді. Ол менің көзіме күткен таңым сол сағатта атқандай болып көрінді. Сүйген жарымның саламаттығын сұрап, жадырап жайымды айтып жатырмын. Хабаршы қыз сөйледі. Сен сүйген сұлу, халифа Харун Рашидтің сүйікті жары Зәбиде сұлудың қызметшісі болады. Саған келіп жүргенде сонан рұқсат алып шығушы еді. Ол сені көріп ұнатып, сенімен қосылуға Зәбидеден рұқсат сұрады. Көрсет шығатын күйеуіңді. Мен көріп ұнатсам, саған рұқсат етемін, деді Зәбиде. Мен бүгін сені апарып көрсету үшін келдім, деді. Менің сабырымның кеткені сонша, қазір еріп жүре берейін бе, дедім. Жоқ, деді қыз. Халифаның қатыны сенің дүкеніңдей көпшілік жүретін жерде емес. Оның отырған жері Дарыл Хылапыт ордасына кіру оңай емес. Ол Жалла суының аралында. Адам келетін жағы қолдың саласындай иін тіресіп тұрған әскер. Егер бір жанның көзіне түсуші болсаң, істің насырға шапқаны. Ертең мойның қылқиып, тарыға ілулі тұрасың. Сондықтан намазшамда барып, Сәйд Зәбиденің мешітіне кір де жасырынып отыр. Таңға жақын мен барам, деді де кетіп қалды. Намазшамның азанын шақырғанда Зәбиденің мешітіне кірдім. Түн ортасы ауа екі кісі судан өтіп, қайықпен келді де, бір сандықты көтеріп, мешіттің жанына келді. Ол екі қыз екен. Әкелген сандығын Жалланың жағасына қойып, мешітке кірді. Оның біреуі ғашық болған сұлуым екен. Қол мойынға орала түсіп, балға малшыған шыбынның тұмсығындай ауыз-ауызға жабысты. Балқыған бойымды әзер егеріп алдым. Шөлдеп ішкен судай мейірімім бір қанды. Мені ертіп судың жиегіне әкеліп, сандыққа салды да қайықты есе жөнелді. Өзеннен лезде-ақ жылт етіп өтіп, Зәбиденің сарайына кірдік. Мені сандықтан шығарып алғанда айналамды қамап тұрған қыз екен. Бір мезгілде 20 қызды жанына ертіп, Зәбиде сұлу келді. Оның қасында тұрған өзге сұлу ма? Ол бір жұлдыздың арасында тұрған айдай көрінді. Қолымды қусырып, басымды қармақтай иіп, ізет көрсеттім. Мені ертіп келіп, бір бөлмеге отыруға рұқсат етті. Істейтін кәсібімді сұрап, әңгімеге кірістік. Мен барлық жағдайымды сөйледім. Сөзімді түгел тыңдаған Зәбиде сұлу, қызымның еңбегі босқа кетпеген екен. Күйеуге әбден лайықтысың. Бұл қыз менің қызметшім болса да, өзгеден айрықша тәуір көретін едім. Енді 10 күнге шейін осы қыздардың арасында күліп ойнап жүре бер. Соның артынан той қылып ұзатамын, деді. 10 күн өтті. Сол 10 күн ішінде қызды маған беру үшін халифадан рұқсат сұраған. Оған халифа қарсы болмапты. Той жасау үшін 1000 алтын сый да беріпті. Сонымен той болып, қазы шақырылып, некеде қиылды. Тойға түрлі тамақтар пісіріліп, қыздармен отырып тамақ іштім. Сол тамақтың арасында зарпаша деген тамақ бар еді. Құрғырдың өзі дәмділеу болған соң, соны өте көп жедім. Шарап ішіп, астан босаған соң, мені күйеу үйге кіргізіп, қызды алып келді.
Менің есім шығып, ас артынан қолымды жумаппын. Қыздың мойнынан жуусыз қолымды сала бергенде, оның саңқ еткен дауысы шықты. Тарт мынан асты, деді нөкер қыздарын шақырып алып. Бұл тәрбиесіз өскен нас екен. Зарпаша жеп, қолын жумапты. Иісін аңқытып, мойныма салуын қарашы. Жаным-ау, бұнысы қалай дедім. Сүйретіп ала жөнелген қыздарға. Байғұс-ау, өзіңдікі не? Зарпаша жеген соң қолыңды сабындап жуатын білмейсің бе деді. Ашулы пәрменмен алып шыққан қыздар жатқызып қойып бірнеше дүре соқты. Онымен қоймады. Қазыны шақыртып, қолымды жумағаным үшін қол-аяғымның барлық саусағын кесуге үкім еткізді. Мен кесінді жараларым жазылмай, бірнеше күн зәбиденің ордасында қалдым, деді қол-аяғы саусағы кесілген жігіт. Сол бойынша қыздан айырылдың ба? Деп сұрады отырған қарилар. Жоқ, деді кесіп қол. Саусағымды кестіріп, ауырып жатқанымда сүйген қызымның рахымы қайта түсті. Бірақ маған ол ас артынан қолымды 40 рет жууға серт қылдырды. Сол сертім бойынша 40 рет қол жуам. Зарпашаны тіпті жемейтін болдым. Қызбен ордада бірнеше күн тұрып, өз үйіме көшіп келдік. Жақсы бір сарай сатып алып жайғастық деп сөзін аяқтады. Ей тақсыр, деді күзетші. Қарилардың бас құрған жерінен сол әңгімені тыңдап үйге келсем, осы оқиғаға ұшырадым. Патша біраз ойлап отырып, бұл әңгімеде бүкірдің оқиғасына жетпейді. Сондықтан төртеуіңізді де өлтірем деп өршілене түсті. Оны естіп тәуіп түрегеліп патшаға тәжім етті. Тақсыр, әңгімені мен айтайын. Мүмкін менің әңгімем көңіліңізге онар деді. Патша айтуына рұқсат етті. Сүйікті менің тыңдармандарым, әңгіменің жалғасын тыңдау үшін каналыма жазылып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Келесі бөлімді міндетті түрде күтіңіздер.